Ағайын Шармал Шейхтан үлкен сәлем. Бүгін сіздерге бір шамалы кеңес. Египетке келген уақытта Шармал Шейх болсын, басқа да жерлері болсын, жақта көбінесе ақшаға өте мұқият болмасаңыздар қиын. Алдау жақтар өте көп. Тіпті таксидің мәселесінде де мысалы қаланың орталығына бару үшін ол кісілер өте қымбат сұрайды. Сондай-ақ маршрутка деген де бұл жақта тема бар. Бірақ маршруткаға мінсеңіз, адам басына $1 басталады, $1,5–2 басталады. Маршрутка кетіп бара жатыр. Бұл жақта такси негізі өте арзан. Пайдалансаңыздар, индрайвер пайдаланыңыздар. Индрайвер өте арзан және тура төлеп кетуге болатын транспорттың түрі. Егер жолда маршрутка тоқтаттыңыздар ма, маршруткаға мініп қалсаңыздар, маршруткаға 2 адамға $1 ғана төлейсіздер. Қай жаққа, қандай бағытта бара жатсаңыздар да 2 адамға $1 төлейсіздер. Және сондай-ақ жақта жолдан өткен уақытта пешеходный переход, міне мынау жерде мына жігітті көріп тұрсыздар ма? Мынау жігіт қолында таяғы бар. Адамдар жолдан өткізсек, сіз мәз болып оған өткізгеніне, көмегіне рахмет айтасыз. Ол рахмет айтқан бетте $1 сұрайды. Бұларда отырса да, тұрса да, басқалай болса да $1 сұрайды. Сосын бұлайынан жолдың жиегіне шықсаңыз, екеуі де жетіп келеді. Естіп, жолдың жиегіне шықсаңыз, жақындасыз, жолдың жиегіне шықсаңыз, сізге сигнал бере бастайды. Себебі барлығы таксовайты көп, бұл жақта барлығы такси былайша айтқанда. Көргендеріңіздей, адамдарды өткізеді, адамдарды жібереді, барлығы сол. Таксилары такси ма жоқ па қарамаңыздар, кез келген машина бұл жақта тоқтай береді. Кез келген машина сауда ұстай береді. Бұл жақта солайынан сауда орталық, басқа жақ қай жаққа болсын, барлық бағытына оңай жетуге болады. Рахмет.